Оңға кіретін боламыз. Дайынсыз ба? Қосамыз поворотнигімізді оңға. Оңға қостыңыз ба? Мына екі стрелка не деп аталады алдымызда тұрған? Екі жақтан жүруге болады деп атала ма? Мына көкемді өткізесеңіз, Владимир Петрович деп мінеге батыр. Владимир Петровичті өткіземіз. Жүре беріңіз, Клаудия Петровна өтпейді. Мынау знак тұр, уступи дорогу. Енді осы жерден шыққанда поворотникті қайда қосамыз? Оңға ма, солға ма? Солға қосамыз. Ал бағанағы знактың аты бізде не деп аталады екен? Объезд препятствие деп аталады. Бөгетті айналып өт деп аталады екен. Түсінікті ғой да? Біліп жүрейік. Жүре береміз. Білгенге маржан, білмегенге не екен? Арапбаева екен десең. Әзіл ғой, әзіл. Так. Автобусты өткізетін боламыз. Автобусты өткіземіз. Өте ғой родной деп жақын тұрамыз, бірақ өткіземіз. Қандай пунктқа байланысты автобусты өткізеді екенбіз? 18-де 3. Молодец. 18-де 3 деген пункт бойынша аялдамадан автобус қозғалыс бастағанда жеңіл көлік жүргізушілері оларды өткізуге міндетті деп жазылған екен, құрметті оқырмандар. Бірақ автобус көліктерде біз оларды өткізгеніне көз жеткізу керек деп жазылған. Және бұл пункт қалада ғана жұмыс жасайды бұл тармақ. Трассада, қаланың сыртында бұл тармақ жұмыс жасамайды екен. Яғни трассада үлкен жылдамдықпен жүрген үшін автобустарды онда өткізуге біз міндетті емес екенбіз. Иә? Жаттап алдыңыз ба? Ертең сұраймын.